Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол екі ақша табу жолымен сіздер ешқандай қиындықсыз телефонмен ешқандай ақша салмай ақша таба аласыздар. Осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер және де ешқандай артық сұрақтарыңыз болмайды. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, біріншісі Tesco деген хайп проект деп айтуға болады, бірақ дәл қазір бұл жерде бізге ешқандай ақша салмай ақша табуға мүмкіндік беріп жатыр. Қазір қараңыздар, ең бірінші не істейсіздер бұл жерге, не істейсіздер, менің телеграм каналымда ссылкасы болады, сол ссылкадан өтесіздер, одан кейін осы жерге телефон номерлеріңізді жазасыздар и паспорт, яғни парольдарыңызды жазасыздар, одан кейін реф-код, менің кодым тұрады и sign up деген басасыздар. Все, қазір аккаунттарыңызға сіздерді кіргізеді. Ал мен қазір өзімнің жеке кабинетіме кіріп көрсететін боламын. Мен дәл қазір мен өзімнің жеке кабинетіме кірдім. Бұл жерде не деп жазылған? Бұл жерде осындай приложение. Сіз бұл жерде күніне $100 дейін табасыз, және де регистрация жасағаныңыз үшін сізге 0,2 USDT, одан кейін достарыңызбен группамен бөліскеніңіз үшін 2 USDT, және де әр шақырған досыңызға 0,2 USDT беретіндер жазылған, және де сіз типа күніне 5 досыңызды шақыра алатыныңыз жазылған, одан кейін осындай комиссиялар жазылған, және де минимальный сумма шығаруға болатын $5 екені жазылған. Ең бірінші сіздерге көргендеріңізде аккаунтқа кірген кезде бізде 0,6 USDT тұрады. 0,5 тіркелгенім үшін, 0,1 яғни аккаунтқа кіргенім үшін сіздер не істейсіздер. Одан кейін осындай Certification Center деген бар, осы жерге телефон номерлеріңізді и телефон номері өзі тұрады, емейлдарыңызды жазып, немесе Google аутентификатор қойсаңыздар болады, қоймасаңыздар да болады деп ойлаймын. Кейін ақша шығарғанда керек болып қалуы мүмкін. Просто көріп алыңыздар, мүмкін керек болады. Ал одан кейін не істейміз? Ең бірінші істейтін жұмысым біз осындай Lucid Draw деген бар. Осыны айландырамыз. Қазір айландырып көремін. Не түсуі мүмкін екенін көреміз. Дым түспеді маған. Көргендеріңізде әркімге әртүрлі, кейбіреулерге 0,3, кейбіреулерге 2 USDT, кейбіреулерге 0,1, 0,5, 2 USDT, сол үшеуінің арасы түседі 10 USDT мен 100 USDT. Мен ойымша ешкімге түспейді олар. Примерно әр шақырған досыңызға 0,2 USDT береді. Одан бөлек сіз осындай кольцоны айландырсаңыз болады. Ал енді ақша шығару жайлы withdraw деген кіресіздер. Қараңыздар. Бұл жерде өздеріңіз көргендей минимальный сумма $5 екен жазылған, және де процент 10% екен. Және де достарымызды өтірік аккаунттардан шақырсақ, яғни өзіміз аккаунт ашсақ, бұл жерде ақша шықпайтыны айтылған. Бірақ олар негізінде VPN арқылы істесеңіздер білмеу керек. Негізінде абуст етуге болады, бірақ аккуратно жасау керек. Әркім көруге болады, мысалы күніне 5 аккаунттан минимальный сумма қаншалықты жинауға болады. Если жаңа жазылғанда шын болса, яғни күніне 5 қана адам шақыра аласыз деген сөз рас болатын болса, яғни сіз өзіңізге 5 аккаунт қана аша аласыз бір күнде, ол $1 болады. Ал енді қараңыздар, екіншісі ол Fibonacci Wallet деп аталады. Бұл кәдімгі Trust Wallet, MetaMask сияқты крипто кошелек. Және де бұл жерде дәл қазір өздерінің токендерін шығарып жатыр. Одан бөлек бізге осы кошелек өздерінің токендерін шығарып жатыр. Одан бөлек бізге осы кошелекті қолданған үшін токен бонус ретінде береді, және де осы кошелектің ішінде майнинг жасауға бізге мүмкіндік беріп жатыр. Қазір қалай жасау керек, барлығын бастан аяқ түсіндіріп жататын боламын. Ең бірінші Play Market'тен скачать етесіздер, одан кейін открыть деген басасыздар. Одан кейін сіздер Google почтаның көмегімен, яғни Gmail почтаның көмегімен тіркелем деген басасыздар. Қазір шығады менде тоже. Одан кейін реф-код сұрайды сіздерден. Менде шықпайды екен, менде уже тіркеліп қойғам. Яғни сіздер Gmail почтаның көмегімен тіркелем деген басасыздар. Одан кейін сіздерден реф-код шығады. Реф-код менің телеграм каналымда болады. Сол реф-код жазасыздар. Одан кейін сіздерге аккаунт ашылады. Ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін көргендеріңізде бізге 100 FIBO, яғни бонус ретінде 100 FIBO береді. Бұл қазіргі курспен $25 деп тұр, бірақ әлі ешқандай биржаларға сатылымға шықпады. Контракты дайын, бірақ сатылымға шықпаған. Енді бұны сізде осы болады. Одан бөлек сіз майнинг жасай аласыз, яғни майнинг деген жерге кіріп, міне дәл осы жерде старт майнинг деп тұрады. Осы старт майнинг басасыздар. Все, дәл осылай монеталар кетеді. Одан бөлек бұл жерде менің түсінгенім бойынша, яғни достарымызды шақырсақ, бізге майнинг көбірек жасауға мүмкіндік аламыз. Яғни көп дос шақырған сайын майнинг көбірек жасаймыз, токен көбірек добывать етеміз. Одан бөлек бұл жерде өздерінің көргендеріңізде твиттерлері, инстаграмдары бар, инстаграмдардың ақпараттары бар, роудмап бар, яғни типа ақ қағазы дейді, болашақтағы пландарымен барлығы осы жерлерде жазылған. Өздеріңіз былай
толығырақ танысып тұрсаңыздар болады. Твиттеріне кіріп, инстаграмына кіріп, роудмапын оқып, роудмапын орысшаға аударып оқуға болады. Ал мен қазір просто айтып шығамын, одан бөлек YouTube каналы бар. Осы YouTube каналын көріп те ақпарат ала аласыздар. Мен де білмей, естімей қалған ақпараттарыңыз болса, осы жерден көріп ала аласыздар. Біз түсінгенім бойынша мен қазір именно осы FIVO деген токенді ешқайда жібере алмаймыз, себебі биржаларда жоқ. Немесе токеннің контракт адресі бар. Қазір MetaMask'қа қосып көретін боламын. Мен қазір MetaMask аштым. Қазір токенді қойып көретін боламыз. Кошелекқа келдік. Сосын қараңыздар, бізде қазір ең астына түсеміз, импорт токені деген басамыз. Одан кейін осы жерге пользовательский токен басамыз. И адрес токені деген жерге осылай контрактын қоямыз. Бізге шығу керек. Қазір кішкене көреміз, міне FIVO деген шықты. И импорт деген басамыз. Бұл токен келеді, бірақ токен келген күннің өзімен сіз мысалы осы жерден адресіңізді алып MetaMask'қа жібере аласыз. Бірақ MetaMask'тан оны сату үшін басқа биржаларға ауыстыру керек. Бірақ басқа биржаларға әлі сатылымға шықпаған, сол себепті сата алмайсыз. Сент деген бассаңыздар, міне адрес осы жерге қойып жіберіп көруге болады деп ойлаймын. MetaMask'қа вставлять етеміз адрес. Жоқ, қате. Мен түсінген бойынша, короче, қазір шығаруға болмайды, бірақ болашақта мүмкіндік болады деп ойлаймын шығаруға.